Азан мен қызын коляскаға салып алып магазинге кетіп бара жатыр ғой. Азан мен магазинге барып керек заттарымды алып келдім. Ферри, мына жақта фруктылар алып келдім. Мияз, дәнек барлығын жуып алып, шай ішіп алайын деп тұрмын. Сіздер көбінде таңғы асты немен ішесіздер? Мен фрукты жегенді өте қатты жақсы көремін. Қараңыздар, прям свежий болып. Мына жақта шай ішіп болғаннан кейін кірлерімді жууға кірісіп кеттім. Бірінші партияны жайып қойған болатынмын. Енді екінші шелекті алып келіп тез жайып жатырмын. Істесе бір пысық болып кететіні бар енді. Сен кір жуып жүрген кезде құлап түспесін ана қызың диваннан. Құламайды, уайымдама, жастықты деп кеткем ғой дедім. Мына жақта кешкі тамаққа кірісіп жатырмын. Бізде кешкі тамаққа голубцы. Көп жерде осыны фаршированный перец деп айтады екен ғой. Сіздер қалай айтасыздар? Мен голубцы деп айтамын. Ал ас болсын енді голубцыйды осылай жейма адам, ана сорпаға салмайсың ба мені? Ойбай, бұларға сөзді берсең ғой, әй сорпада тұрсын ғой міне. Просто қыздарыма ыңғайлы болсын деп сорпасын бөлек, голубцыйын бөлек сап қойғанмын ғой. Қауындар көбейіп қаппыз ғой, давай біреуін кесіп жесе енді. Иә, сені кестім да көрейік. Жоқ, ана майдаларды кеседі қазір. Көп сөйлей бермеңдерші, көзіме түскен біреуін кесе салам дедім. Мына жақта үлкен біреуін кескесін ғой. Оны тез тіліктеп жақсылап тұрып жеп алдық. Біз талас тұрған кезде үжі мынау кесіп тастапты ғой бізді. Иә, не дейміз енді, ас болсын. Ал полный кірлерді жайып біттім. Ал жаңағы тамақ ішкен, шай ішкен ыдыстарымды тез жуып алайын деп тұрмын. Мен біреулеп жуған ұнатпаймын, осы жерге жинап қойып, общий жуамын. Сіздер қалай жуасыздар?